Көп адам айтады ғой, мен жұмысым жүрмей жатыр, бизнесім жүрмей жатыр, қарызым көбейіп кетті. Демек сенде 3 қасиет бар. Осы 3 қасиеттің біреуі болса, сен ешқашан байымайсың. Біріншісі, әке шешеңе атымен қайырылсаң. Ата-анаңның атымен айтуға болмайды балаға. Ата-ана атымен айтқан баланың рызық несібесі кемей береді. Жаңа отчествосымен қайырылатындар осыны қою керек. Әке шешеге қайырылмаңыз. Әке шешеге атын, әкесінің атын айтады қашан? Әке шешең өлгенде осы оқылған Құранды әкем бәленбай, шешем бәленбайға бағыштадым деп айтасың, оға дейін атын айтпа. Сіз де, жаным де, күнім де, президентім де, патшам де бәрін айта бер, бірақ атын айтпа. Екінші, адамның рызығын кебітетін нәрсе, бұл сәресі таң уақытысында күн ұядан көтерілгенде ұйықтаған адамдар. Бағана айттық. Ұйықтаған адамның несібесі молаймайды ешқашан. Құмырсқа екеш, құмырсқа қымырлап бастайды, қимылдап бастайды ертеңінде. Соның нәсібесін Құдай шешеді. Үшінші, тым аты жоқ, жөні жоқ сөйлей беретін адамдар бар. Басшы қоя жоқ, қазанға да кіреді, ошаққа да кіреді, анаған да кіреді. Мына жақтан президент сөйлейді, ана жақтан Қытайды сөйлейді, мына жақтан границаны сөйлейді. Өзі бір шалбарын дұрыстап кие алмайды сол адам. Сол адам нәскиін дұрыстап тауып кие алмайды. Сол адам үкімет, ел туралы, президент туралы, анау туралы, мынау туралы сөйлейді. Айналып кетейін, сен өз бала шағыңа ие қойшы бірінші. Содан кейін барып сөйлесең жарасады. Ана қазақ жақсы айтқан ғой, өзі теңелмегендердің сөзі теңелетін заман келеді деген екен. Өзі тыңдалатын адам емес. Қазір өзі сондай заман болды. Өзі жарымағандардың сөзі тыңдаймыз дейді, аузымызды ашып, сол Құдайдың құдіреті осы болады. Сол үшін мына адам нәсібесі кем, адам бірден осы ойлап көрсе, үшеуінің біреуі бар екен бұл адам бойында. Сондықтан әке шешеге сен деп сөйлеуге болмайды, сіз деп сөйлейсіз, одан кейін барып атымен қайырма. Әкең мысалы айтайық, Марат болса Марат деп айтпа, анаң Зылиха болса Зылиха деген атты айтпа. Сол үшін біздің қазақтың тарихында келіннің өзі ата-анасының атын айтпайды. Қалай айтады бізге? Балаңның өзі, ей пахан, ей деп тұрса, келіне құрметтім деп айта ма? Ешқашан айтпайды. Ол балаға байланысты болады. Баланың өзі дұрыс қайырылса, келін тыпыр етпейді. Келін тыпыр етпейді. Сондықтан баланы бірінші, баяғыда бір кемпір апам сияқты апам айтады дейді ғой. Ай балам-ай, сор өзімде болып тұрса қайтейін деп айтады дейді. Кінә өзімде болып тұрса, ана біреудің баласына не проблема бар деп айтқан сөз ғой. Келінде не әкең ақысы бар, егер өз проблемаңды өзіңде болып тұрса кінә. Сондықтан өзіңді түзет, содан кейін басқаға сөз айтсаң жарайды.